Сәлем қайырлы күн достар. Бүгін біз бұл мотордың перодасын айырбастайтын боламыз. Енді көп кісілерден келіп жататын сұрақтардың бірі. Мотоциклін от алып жақсы оборот алып тұр, бірақ орнынан қозғалып жүрмей қалады. Ол неден деп сұрап жатады. Енді ол негізі сол перода кетіп қалғаннан болады. Енді бірі мына рычаг түбі қатып қалады да, бұл жібермей қалады. Бүгін біз осыны толығымен ашып, пероданы қалай айырбастау керек, толық видеосын көрсететін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен мотордың майын түсіріп тастайық. Міне мынау біздің ауыстырғалы тұрған перодамыз мынау. Енді бұл барыста ең алдымен сіздерге пероданы ашпай тұрып, мынаны бастап бірқатар таныстырып кетейін. Мынау май насосы. Бұл арқылы мотоциклдің барлық өне бойында аптал айналып тұрады. Бұл насос жаңағы мына жол арқылы үстіге қарай, клапанға қарай май лақтырады. Одан кейін бірі жоғары клапанға лақтырумен бірге мына қақпақтың ішіндегі міне мына тесік көріп тұрсыздар ғой. Осыдан айналған май осы тесіктен де келіп шығады. Бұл тесіктің ролі міне дәл осыған келіп тіреледі. Бұл жаңағы ортадағы білікті майлап тұрады ғой. Енді бұның біліктерге май жіберетін жол әрі бір жағы фильтр ролін атқарады бұл. Ең алдымен осыдан бастап шешеміз. Міне өздеріңіз көргендей міне кәдімгідей қаққа толып қалған. Бұл білікке май жіберумен қоса фильтрлік те рөл атқарады. Міне бұны ашқан кезде бұны да міндетті түрде тазалап тастауларыңыз керек. Міне мынандай кәдімгідей немен ұстап қалады бұларды. Бұны қазір шешіп алғаннан кейін жақсылап отырып тазалап тастау керек. Қалтада тұр. Бұның бәрін жақсылап тазалауларыңыз керек. Енді мынаның ішіндегі болтта әдетте мындай кілті болады. Оны енді өзіміз қолдан жасап алғанбыз, арнаулы кілттері болады. Енді кілт жоқ болған жағдайда шапқымен ұрып шығаруға да болады. Жаңа болтты онымен қоса мынандай шайы болады. Бұл шайбының бір ерекшелігі бар. Оған да қарап салғандарыңыз дұрыс. Бір жағына қарай не қуыс болады. Мына жағы қазанша болады.
негізі осы қазаншасы ішіне қарап салынады бұл болттардың. Енді перодамызға кезек келді. Енді бұл пероданы салған кезде көп кісілер салып алады да, перодамыз істемей тұр, жұмыс жасамай тұр деп. Сондай да көп пікірлер түскен. Енді одағы негізгі жағдай міне біреу. Осыны ұмытып кетеді де көп кісілер. Бұл кәдімгідей жаңағы мына решакты қозғаған кезде осы решак осыны басу арқылы пероданың аралары ашылады. Сол арқылы ғана жұмыс жасайды ғой бұл. Бұл жоқ болатын болса, сіз пероданы жаңадан салғаныңызбен бәрібір ол жұмыс жасамайды. Сондықтан осыны саларда абай болыңыздар, диққат болыңыздар. Мынандай келіп тұрады. Әрі мынандай подшипниктің үстіне келеді бұлар. Осыны ұмытып кетпеңіздер. Мынаны шешу барысында да, қайтадан бұрау барысында да неғұрлым осы 4 болтты бірге алып жүрген дұрыс. Өйткені мынау бір алумен сынып кетеді. Бұл бір жағын резко шешіп алғанда көп жағдайда 4-еуін бір-ақ алып жүргендеріңіз дұрыс. Мына жаңағы подшипнигіміз. Мына жерінде қысып тұратын негізгі үлкен қазаны. Осы екі қазанның ортасында мынандай шай болады. Бұл шайбаны ұмытып кетпеңіздер. Бұл шайбаның да өзіндік ролы өте күшті. Міне перодаларымыз. Бұлар бір табақпен алма-кезек алмасып салынып отырады. Енді бұл әрқандай мотоциклде әртүрлі. Кейбіреуінде 4-еу, кейбіреуінде 3-еу, кейбіреуінде 5-еу болады. Яғни мына перодамыз кейбіреуінде 3-еу де болады, кейбіреуінде 5-еу болады. Әрқалай, әр мотоциклге қарай әртүрлі болады. Болды, енді шешіп болдық. Енді бұны жуып тазалап, қазір қайтадан салатын боламыз. Енді мынау астында көрінбей қалды. Скорс айырбастап тұратын жұлдызша. Бұл дұрыс ілмей қалған кезде де скорсқа түспей қояды. Бұл жұлдызшаны басып тұратын ар жағында баспасы бар. Мына жаңағы скорсымызды арлы-бері ажыратып тұрады. Бұл жақ бетіндегі негізгі мынау осы, мынау ортадағы балды айналып тұратын шештерна. Енді бұл аралықта бұларды салу барысында мына шештерналарда ешқандай меткі болмайды. Қалай келеді, солай сала беріңіздер. Бұларда ешқандай меткі болмайды.
Енді бізге қажетті дүниелердің барлығын жуып тазалап алдық. Енді бізге ауыстыратын пиродамыз. Енді бұны салардан бұрын міндетті түрде майға чылап қойғандарыңыз дұрыс. Мына мен жаңағы өзінен төгілген май. Осыны ауыстырардан бұрын міндетті түрде осылай майға чылап қойғандарыңыз дұрыс. Майға чыланып біраз тұру керек. Енді біздің ең алғашқы бастап салатынымыз мына үлкен қазаны. Енді бұдан байқасаңыздар, міне жаңағы пироданың іздері түсіп қалған. Бұл да жаңағы пироданы орнынан қозғалтпай қояды да, не скоростан ажыратпай қояды, не болмаса скоростқа түсірмей қоятын жағдай осыдан да келіп шығады. Енді мүмкіндік бар. Бұны жаңадан айырбастап жіберу керек. Бар болған жағдайда. Егер жоқ болатын болса, бұны қайрап жіберулеріңізге де болады. Енді мен бұны ауыстырғым келмей тұр. Бұныкі өзінікі сапалы, оригинал екен. Сондықтан бұны әзір сіздерге қайрап көрсетейін. Жаңағы іздер жоқ болды. Енді өстіп барлығын қайрап шығуымыз керек. Міне барлығы бірдей болды. Бұл жаңағы пироданы ұстамайды. Бұл мотоциклдің оталуына және мотоциклдің тартуына, күшіне ешқандай әсер етпейді. Одан ешқандай алаңдамаңыздар. Міне енді жаңағы қырт тазаланған қазанымыз. Ең алдымен осы үлкен қазанды саламыз. Одан кейін мына шайба. Енді мынаған жаңағы пиродамызды қоямыз. Пиродамыз жаңа майға сылап қойғанбыз. Біраз уақыт болды енді. Негізі қанша көп тұрса, соншалық жақсы. Жаңағы ішкісі. Осыған кигізіп алайық. Егер бұл видео сіздің қажетіңізге жарап жатса, тағы бір қазағымның қажетіне жарайтынына мен сенімдімін. Сондықтан да видеоны мотоциклі бар достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп отырыңыздар.
осы әрқайсысы салынған видеолардың көпке тарап, көп көрілім жинауы әрине мен үшін де үлкен қуаныш. Сол үшін де видеомды қолдап, видеоны таратып отырған әрқайсы қолдаушыларыма алдын ала рахметімді айтамын. Міне қазір еркін айналып тұр. Яғни перода ажырасып тұр деген сөз ғой. Скоростьта шыққанмен бірдей бос айналып тұр. Бұл 4 болтты негізі бірдей тартып отыру керек, кезек-кезек. Өйткенде мына нұр алуымен сынып кетуі мүмкін. Енді міне ұстап қалды. Қазір бұл мотормен бірге арт жақтағы корпустағы шестерняларды бірге айналдырады. Енді салатымыз мына подшипник. Содан кейін мынандай подшипниктің бер жағына салынады. Оның бер жағына мына жаңағы итеріп тұратын таяқшамыз салынады. Перода жақ болды. Енді біз жаңа мына шайбының ойық беті ішіне қарай қарап салынады.
Чапқаннан кейін мынаны қозғап көре салыңыздар. Тартқан кезде қақпақтың арасы ашылса, онда передағыңыз ажырап тұр деген сөз. Передау айырбастап болдық. Видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.